Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирге оралдық, ал дәл қазір біздің студиямыздың қонақтары келіп жайғасты. Павлодар өңіріне белгілі жас ақындар Асылбек Март және Рамазан Бауыржан келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Ассалаумалейкум. Жалпы таң қалай еді сіздер үшін? Біздер үшін сәтті. Бірінші амандасып кетейік. Ассалаумалейкум. Қадірменді қазақ елі, бүгінгі атқан таңдарыңыздың сәтті өтуіне тілектеспіз. Әрдайым қазағымызда тек қана жақсылықтар болсын. Ассалаумалейкум кереку жұрты. Бәрімізге таң қайырлы болсын. Жалпы енді жас ақындар деп таныстырып жатырмыз. Ақындық жолға қалай келдіңіздер? Ақындық жолға осы оралғанымызға, түскенімізге жалпы көп болған жоқ. Осы алғаш студент болып жоғарғы оқу орнының есігін ашқаннан бастап осы әдебиетке қызығып, соның ішінде поэзияға қызығып, осы жолды таңдағанымыз бар, өмірлік серігіміз деп, жалпы осы жолда қызмет етіп жүрміз. Ақындық жолды таңдау дегенде, қалай келдің дегенде, ақындық жолды таңдау емес, бір келу емес. Ол бір ақындық деген тәңірден келген сый, тәңірдің айтқан сөзі, тәңірдің құлаққа сыбыры, таңғы күбір сияқты естіледі. Ақындық деген мен сол деп қана түсінемін жалпы. Жақсы, енді шығармашылықтарыңызға қанықпыз. Осы жолы жуырда, қателеспесем, Қарағанды қаласына барып, бірінші орын алып келгендеріңіз, жүлделі орын алып келгендеріңіз белгілі, құтты болсын дейміз. Енді сол туралы айтып өтсеңіздер. Жалпы осы жақында Қарағанды қаласында болдық. Сол Қарағанды қаласында облыстық кітапхананың қасынан Қасым Аманжоловқа арналған өмірге келер тағы талай Қасым деген республикалық мүшәйра болды. Ол жерде Астанадан, Павлодардан, Көкшетаудан және Қарағандының өзінен көптеген ақындар болды. Біз Рамазан екеуміз бардық. Рамазан бірінші орын, мен ынталандыру сыйлығымен келген жайымыз бар. Болсын, енді Мен рахмет. Рұқсат болса, енді сол сайысқа барып өздеріңіз өлеңдеріңізді оқыдыңыздар ма, қалай жалпы? Ол жерде ең алғашында іріктеу туры болған, соған Қасым Аманжоловқа арнау өлең және 3 еркін тақырыптағы өлеңмен 3 өлең жібергенбіз. Сол өткен 10 ақынды іріктеуге шақырып, жүлдегер атандық. Жақсы. Жалпы енді осы сіздерді осындай сайыстарға бастаған дейікші, ең алғашқы өлеңдеріңіз қандай болды? Ең алғашқы жазған өлеңдеріңіз қандай болды? Енді әр ақын жалпы адамзатқа белгілі ғой. Жалпы ақындардың бәрі өмірге ең алғаш келетін шығармалары махаббаттан басталады. Бізде сол ең алғаш мектептегі кезіміздегі алғашқы ғашық болған қыздарға сезімімізді білдіріп, махаббат жайлы бір-екі шумақ өлең жазып, содан басталды ғой негізі. Негізі өмірдің барлығы сол махаббаттан басталады ғой. Жақсы, Рамазан, сізше қалай келдіңіз жалпы? Қандай өлең жаздыңыз ең алғашқы, есіңізде болса? Абай айтады ғой, махаббатпен жаратқан адамзатты, сен десей сол Алланы жаннан тәтті дейді. Біз де махаббат жайлы өлең жаздық, ғашық болған қызға, Аллаға деген махаббат, адамзатқа деген махаббат жайлы жаздық. Сол өлең солай туды, солай жарыққа келеді өлең. Қазіргі уақыттағы шығармаларыңыз сонда тек қана махаббатқа арналады ма, жоқ әлде өзге тақырыптарды қамтиды ма? Қазіргі кездегі негіз азаматтық поэзия, азаматтық лирика жазға болады. Оған жастық кезінде махаббат жайлы, махаббат лирикасын жазған негізі дұрыс деп түсінемін өз басым. Өйткені азаматтық лирика, азаматтық тақырып жазу үшін кішкене 30-ға жету, 30-ға өткенде орда бұзасың дейді ғой. Сол жасқа жету керек деп өзім жалпы ойлаймын. Сондықтан махаббат жайлы, өзіңнің қызығатын басқа тақырыптар жайлы қалам тербеп өлең жазып жүрміз. Сен 30 жасқа дейін барлығын жазып жүрсің дейсіз. Одан кейін сезім болса жазамыз ғой ары қарай. 30-да орда бұзамын деп отыр ғой біз. Енді менің шығармаларым көбі, менің оқырмандарым негізі көп айтады, сіздің поэзияңыз жылауық поэзия деп. Мен оған келіспеймін. Енді жалпы бұл поэзия деген жүректің қалауынан шығатын нәрсе ғой. Бұл бір сәттік толқыныстан пайда болатын. Сондықтан ол өмірдің қилы-қилы белестерінен өткен сайын, мысалы ол шығармаға ауысып отырады. Мысалы жастық шақта махаббат туралы, одан ересіге келгенде мысалы өмірі туралы, жалпы ол адамның жасына байланысты өзгеріп отырады. Жақсы, енді
белгілі бір сайыстарға қатысып жүлделі орын алып жүргендеріңізді білеміз. Жалпы осы уақытқа дейін қанша облыстық демей ақ қояйық, енді облыстықтан онсыз да белгілі, әрдайым бірінші, екінші орынның қатарында көрініп жүрсіздер. Жалпы енді республикалық деңгейде қандай сайыстарға қатыстыңыздар? Республикалық деңгейде әрбір қаланы шарлап жүргендеріңіз енді белгілі. Республикалық деңгейде енді ауыз толтырып айтарлықтай өткен жылы Семей қаласында болған осы республикалық немене болды, Дулат Бабатайұлына мүшайра. Сол жолы Рамазан екеуміз барғанбыз. Сол жолы мен екінші орын, бұл кісі ынталандыру сыйлығымен келген болатын. Тағы да алдағы уақыт өтеді, осы 25 ноябрьде Алматы қаласында Мағжанға арналған мүшайра. Соған 2 рет қатыстық, жалпы ынталандыру сыйлықтармен. Сосын осы жолға міне Құдай қалап Қарағандыда өткен байқаудан. Жақсы, енді белгілі бір өлең жазуда, жалпы поэзияда дейікші, ұстаздарыңыз бар ма? Жалпы немесе біреуге еліктеп деп айтпай ақ қояйық, енді жалпы ұстаздарыңыз бар ма? Аларын алып, қосарын қосатындай өлеңдеріңізге. Поэзия негізі ұстаздықты керек етпейді. Ақыл кеңес айтуы мүмкін. Ақыл кеңес. Поэзия негізі ұстаздықты кеңес етпейді. Ұстаз жоқ деп айтуға да болады. Ұстаз ол біздің жоғарғы буын. Ұстаз деген біздің тұнып тұрған кітап. Осы ретте менде қызық сұрақ туындап тұр. Мысалы, жалпы өлең шығаратын енді ақындар жалпы көбінесе не нәрседен шабыт аласыздар? Шабыт алу көз дейді ғой. Көбінде өлеңді жалпы түнде жазатындар белгілі ақындардың, Иә, мен негізі көбінде түнгі уақытта жазам. Себебі күндізгі уақытта енді білеміз, көбі қарбалас, жұмыс шаруа деген. Түнгі уақытта өзіңмен өзің қалып, күндіз істеген әрбір ісіңді ой қортып, осыдан бір туған нәрселерді жалпы жазуға тырысамыз. Бұл енді шабыт жайлы сұрап атады көп адамдар. Енді шабытты бір-екі ауыз сөзбен түсіндіріп беру өте қиын нәрсе ол. Ол туғанда, жалпы сен ананың құрсағында жатқанда Құдайдың қалауымен саған берілген сый, ол өз бір уақыттары болады, бір өлең жазғың кеп, соны жаза алмасаң тықыршып ұйықтай алмайтын, бұл енді шабыт. Шабыт келген кезде лезде жазып қалу керек дейсіз ғой? Иә. Әйтпесе әдемі туындылардан айырылып қалуымыз мүмкін, Жақсы, енді өздеріңіздің бір өлеңдеріңізді біздің көрермендерге ұсынсаңыздар, мархабат. Ал Асылбек? Неден бастайық? Махаббаттан бастайық. Енді өзіңіздің жүрегіңізге жақын өлеңіңді айтсаңыз болады. Жаңа туынды қабыл алыңыздар. Жүргенде жалғаннан бағыз деп, мінекей оралды тағы көз. Бақытты жоғалтып өзіміз, іздейтін тағы біз. Жапырақ секілді жаураған сарғайып кетіпті-ау жанымыз. Ақымақ екенбіз бәріміз. Мен саған, сен маған өкпелеп, кеттік-ау біз тағы суынып. Жанарың жылайды түнеріп бір тамшы жаңбырға тығылып, жапырақ жүрегім барады, күз келіп амалсыз үзіліп, қалада бақтар да мыжылып. Күз мынау күреңде сары емес, тек қана құралған мұңлардан, бақтарда күрсініп тұране екеміз бір болған, бақытты күндерді аңсаймын сарғайған ойлардан. Мінекей тағы күз, тағы мұң, қаланың көшесі көңілсіз, мен жылжып келемін сол бақта өзіңсіз, бір топ құс барады алыстап, тек үнсіз, ертеңі сенімсіз дейді. Керемет. Жақсы, енді сиясы кеппеген өлең деп жатырсыз жалпы. Өлеңдеріңіздің саны қаншалық қазір? Енді жалпы өлеңдердің санын мен санап көрмедім. Жалпы жинастырғанда енді бір 50-дей болатын шығар. Мен осы 11-ші сыныпқа дейін жазған өлеңдерімді өз қолыммен өртеп жіберген кезім болған. Неге? Жалпы енді айтады ғой, өсе келе, мысалы, бұрынғы жазған өлеңдеріңді көргенде, мысалы, бір толымсыз ұқсап тұра ма, бір кем кетігін көресің, соны ешкімге көрсеткім келмеді, өртеп жібердім. Енді бұл қызық жағдай болған екен. Ал енді Рамазан сізге кезек берсек, өлеңіңіз болса, мархабат. Мархабат оқимыз ба? Өлең оқимыз. Күз жайлы өлең оқимын мен. Самарқау мезгіл, самарқау мезгіл, сағымға сіңіп сарғалдақ, сыбызғы сырнай самалдың үні, жайқалған жаздың ажары солып, бағбан бақтардың базары солып, ғазиз мекенде ғазалдың жыры,
сағым ескенде талғарағайлар, жаулығын шешіп ажалы жеткен ажалдың күні, самарқау мезгіл, құс тізбегінен әзіні қалса, қоңыр қай күздің бар мұңы тамса, бұлақты еміп жеррене жатыр, сұрғылт күздей көррене пақыр, күннің де қалып қан ізі балша, жұпары аңқып, биылғы күздің паңгүлі солса, самарқау мезгіл, күз лебі тартып жан жыры кеткен, күлік бұлт көшіп мекенін іздеп ақша таулардың кемелін күзеп, сарала қаздың саңқылын еткен, сарала белден сарыла күткен, жаураған қыздай таң нұры кеткен тіршілік. Керемет. Прикол, я ойланып қалдым кішкене. Енді ой салады екен кішкене. Енді жалпы осы сіздерді ақын деп жатырмыз, жас ақын деп жатырмыз. Алдағы уақытта сіздердің бір кітап шығару ойларыңыз да бар шығар енді. Иә, соған дайындық қалай жалпы? Енді өлеңдеріңізді жинастырып жүрсіздер. Иә, енді әрбір ақынның арманы, мақсаты сол артына із қалдыру ғой, кітап шығару. Енді қазіргі жағдаймен қарағанда мен енді өзімдің алда қойған мақсатым 26 жасқа дейін бір кітап шығарсам деген ниетім бар. Оның себебі енді қазіргі заманда кітап шығаратындар молайып кетті ғой, кітап шығаратындардың қатары. Айтады ғой, көршісінің фотосын салып, мынау менің көршім, анау менің нағашым деген сондай кітаптар молайып кетті де. Жалпы сондай бір кітаптың, жалпы поэзияның құдіретін түсірмес үшін бір асықпай, бір толымды, сол кітап дегенге толымды бір өлеңдер болса деп өзім ойлаймын. Соған Құдай қаласа 26 жасқа дейін бір кітап шығады. 3 жыл уақытыңыз бар? 3 жыл уақытым бар, асықпаймын. Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирге оралдық. Ал сұхбатымызды жалғастырсақ. Енді Рамазан, сізден сұрайын деп жатқан едім, және өзіңіздің жеке бір кітабыңызды шығару ойыңызда бар шығар. Қашан кітап шығады, қашан тұсаукесеріне барамыз? Кітап шығару деген алды ешқандай ойда жоқ. Ақынның ең бірінші қолтаңбасына айналған өлеңі болу керек. Бүкіл халық, жатқа білетін бүкіл халық. Сен ақын едің ғой, сенің осы өлең деген айтқан кезде мүмкін содан бастап ойланып кітап шығаруға болатын шығар. Өйткені қазір ондай өзімнің қолтаңбама айналған өлең жоқ, сондықтан мен кітап шығаруға асықпаймын. Әлі уақыт бар дейсіз? Әлі уақыт бар. Жақсы, енді өзіңіздің өлеңдеріңіз қанша шамамен шығады? Өлеңімді санап көрмеппін. Есенғали Орашанов деген ақын айтады, мен өлеңді түнде ұйқым келмегесен жазам дейді. Мен де өлеңді түнде ұйқым келмегесен өлең жазам, бірақ өлеңімнің санын санап көрмеймін. Екеуі де Іріктей алатын дейсіз, жақсы. Жалпы осы ақын деп отырмыз. Өлеңнен басқа сіздер проза оқисыздар ма? Қандай проза? Тіл байлықты байыту үшін әрине проза оқимыз. Прозаның хас шебері Оралхан Бөкейді оқимыз. Әрине суреттеуі, көркемдік жағынан көп проза негізі оқи берсең. Қазіргі жаңа шығып жатқан ұрықта шыққан жылқы атылған түн Ырысбек Тәбейді оқыдық. Содан кейін алтын қаламды алған мен жындымын деген әдемі проза бар, соны оқып шықтық. Көп негізі оқыған кітаптар айта берсең. Негізі кітап оқу ақындыққа өте жоғары әсерін тигізеді. Ең бірінші ақынның ұстазы сол кітап қой. Кітап оқымасаң дамуың, өрістеуің, өлеңнің тууы болмайды, ол шабыт шақырмайды. Жалпы тіл байлау үшін ғой, оның барлығы жаңағы қазақ осы прозаның ішінде Алтай Асқар мысалы, соңғы шыққан буындардан Қуат Қиықбай мысалы. Жалпы көп қой, мысалы Абай жолы мысалы, солардың бәрін оқып, жалпы тіл байлау үшін оқисыз оның бәрін. Жалпы поэзия жазам деп, тек қана поэзияны оқуға болмайды. Олай істесеңіз, сіз құрдымға кетесіз, бір сөзбен айтқанда. Жақсы, енді біздің көрермендерге қызық болып отырған шығар. Жалпы өздеріңіз, біріңіз студент, біріңіз ұстаз екеніңізді білеміз. Сол туралы толығымен айтып өтсеңіздер. Жалпы ол жағын айтсақ, мен осы Ақсу қаласы Береке ауылында мұғалім болып істеймін. Биыл 1-ші жыл, Құдай қаласа. Жалпы ұстаздық еткен жалықпас деген үйретуден балаға дейді ғой. Енді Құдай қаласа ұстаздық етіп жатқан жайымыз бар. Жақсы, енді Рамазан, сіз студент екеніңізді білеміз? Біз енді қарапайым студентпіз. Общагада тұратын деген ба? 2-ші курс.
студент, екінші курс оқимын, қазір Павлодар мемлекеттік педагогика университетінде екінші курс оқимын. Сол. Жақсы, енді өздеріңіздің бір үлгі тұтып оқитындай қазіргі қазақ поэзиясындағы белді ақындар туралы ойларыңыз? Қазақ поэзиясының белгі ақындары. Ең бірінші орында Есенғали Раушановты оқимын. Қазіргі тірі жүрген классик. Одан кейін Сұраған Рахметұлын оқимын. Көкшетауда Алмас Темірбай деген Алаштың алмасы атанған ақын бар. Солардың өлеңдерін оқимын. Негізі поэзия көп оқи берсең, таңдап ішінен іріктеп оқимыз. Қазір не көп ақын көбейіп кетті дейсіз? Қазір ақын көп, иә. Қазір бізді де біреу есте тұтпайтын шығар, осылар ақын ба деп басқа көзқараспен қарайтын шығар. Біз өзімізше ақынбыз деп жүрсек, басқалар басқа көзқараспен қарайды. Біреу мүмкін оқиды. Мен бір оқырманым болса да, сол жетеді маған. Тамаша. Шынайы, ең басты шынайылық, иә? Онда мен болайын деген. Ал жалпы өздеріңіз секілді жас ақындарға деген көзқарастарыңыз қандай? Жалпы жас ақында. Енді жас дегенде біз кәрі болып тұрамыз жоқ қой, енді бізде жас буынға жатамыз. Жалпы қазіргі шығып келе жатқан жастарға қарасаң риза боласың. Олар бір талпыныспен, сондай бір поэзияға құштарлықпен келеді. Енді өзіміз жас болғаса, жастар туралы айту бір түрлі қиын болады екен. Енді өзіміздің қаламдастарымыз ғой, бірге жүрген. Өткен жыл Семейге барып келдік, осы жылы Қарағандыға барып келдік. Яғни өзіміздің бүгін біздің орта қалыптасқан өте мықты деңгейде бәріміз бірінің өлеңімізді біріміз жатқа білеміз, оқып береміз. Сосын жоғары буын өлеңдерін жатқа біледі. Негіз қазіргі жастардың қарқыны өзіміздің қаламдастарымыздың қарқыны өте жақсы деп айтуға болады. Жақсы, енді Асылбек, сіз айтып өтсеңіз, қазіргі таңда қазақ поэзиясына көзқарасыңыз қалай? Жалпы қазақ поэзиясына көзқарасыңыз қалай дегенде енді жақсы ғой, енді мен өзім поэзияда жүріп жаман деп айтпайтын шығар. Жалпы поэзия біздің үлкен деңгейде, біздің жоғарғы өте мықты. Жаңағы Есенғали Раушанов, мысалы Ұлықбек Есдәулет, соның ішінде өзімнің бұлай ақыл кеңесші беретінім, енді бір жағынан айтқанда ұстазым десем де болады, Сұраған Рахметұлы. Сол кісі жалпы сол кісілерді жайлы кітаптарын оқып неміз дейміз? Шабыттанасыздар. Шабыттанамыз, ақыл кеңестерін аламыз, ол кісілер ақылын айтады. Жалпы қазіргі біздің үлкен деңгейдегі ақындар мықты, орасан классик десек болады. Жалпы осы уақытқа дейінгі қатысқан ең ірі сайыстарыңыз қандай болып еді? Иә, бір барлығынан да бір жоғары, бір қиындығымен, қызығымен ерекшеленетін дейікші. Маған ең қызық болған сайыс ол мәселе сайыстың республикалық не болмаса халықаралық деңгейі емес, өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көңіліңе тұтқан сайыс ол осынау Мағжанның медалін алған кездегі сайыс болды. Осы Көкшетау қаласындағы Тұран Тұрпатты Мағжан деген облыстық деңгейде ғана мүшәйра болды. Сол мүшәйрада күтпеген жерден осы медальға ие болды. Күтпеген жерден, күткен жоқсыз мүшәйра. Облыстық деңгейде барып қатысып өлең оқи салатын жер. Сол мүшәйрада 3-ші орын алдым. 7 ақынға жүлде таратылды. Қызылжар қаласынан, Петропавл қаласынан Мағжан Жұмабаевтың жерлестері келіп, біздің Көкшетаудың 7 ақынына осы медальді тағып кетті. Жақсы, өзім де сұрайын деп отыр едім, ойымды оқып қойғандайсыз. Осы медаль болды. Құтты болсын. Ал енді Асылбек, сізге ерекше бір есте қалатындай? Мен үшін есте қалатындай жалпы айтады ғой. Тұлпар озам деп жауады дейді. Мен үшін есте қалатын бір мүшәйра осы Алматыдағы өткен Мағжанға арналған республикалық мүшәйра болды. Маған қызық дегенім енді ол мен үшін алынбай қалған асу болды. Өйткені ол студенттер арасында болды, жыл сайын өткізіледі. Биыл Құдай қаласа Рамазан барайын деп отыр жақында. Жалпы сол бір мүшәйра мен үшін қызық болды. Есте қалатындай ерекшелік. Есте қалатындай ерекшелік. Ол жерде мен ең алғаш барған жылы 100-ге тарта ақын жиналды. Сұмдық қой. Жас ақындар 100-ге тарта. Студенттер. Сонда енді сол көрсеткішпен қарағанда қазіргі жас ақындардың деңгейін байқай берсеңіз де болады. Жақсы, тамаша. Енді бізде уақыт шектеулі.
таңғы уақыттарыңызды бөліп біздің студиямыздың қонағы болғандарыңызға көптен көп рахмет. Енді біз қайтадан өлең сұрағым келіп тұр, Бекбол. Әрине, рұқсат болса. Қонаққа де болсыншы. Жарайды, мен бір өлең оқып берейін. Өмір туралы оқып кетейік, жалпы. Бұл өмірде бүгін бармыз, ертең жоқ. Болашағы тірі жанның бұлыңғыр. О дүние сызығында тұрып ап тағдырына бәрі қарсы шығып жүр. Мойындамай тағдырының жазғанын, адам біткен ақылынан алжасқан, бауырына басар сені қара жер тамырлары, тамырыңмен жалғасқан, жалған құмыр, жалған әлем 5 күндік. Бұл өмірдің қуанышы далбаса, туған жер деп айтып жүрген өтірік адамдарды көмген жері болмаса, қара жердің тартылысы тым ауыр, құшағына алмай сені қоймайды, көрде тұрып, ей адамдар наданақ мәңгі бәрі өлмейтіндей ойлайды. Мен кетемін, сен қаласың егіліп, ұмытылар есімдері өлгеннің, жан біткеннің, бәрі тірі әруақ, адамдардың туған күні, өлген күн. Жақсы, керемет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайым биік белестерді бағындыра беріңіздер. Рахмет. Бұйырса, кітапты Асылбек, енді Рамазанда әлі белгісіз болып тұр ғой. Асылбектің кітабының тұсаукесеріне барып, осында қонақ болуды жазсын деп тілейміз. Әмин, рахмет. Көптен көп рахмет.